Бүгінгі тақырыбымыз саяхатқа шығамыз. 91-ші сабақ. Оқу мақсатымыз тірек сөздер мен суретті пайдаланып, ойымызды жеткіземіз, шығармашылықпен айналысатын боламыз. Енді бірінші тапсырмада кесте бойынша сөйле дейді. Саяхатта қай мезгілде шығу керек деп ойлайсыңдар? Жылдың 4 мезгілі беріліп тұр. Саяхатқа жылдың 4 мезгілінде де шығуға болады. Қайда саяхаттағың келеді? Қазақстанның тауларына саяхаттағым келеді. Саяхатқа жаяу достарыммен тауға шыққым келеді. Туған жердің әсем табиғатымен танысу үшін шығамын деп жазуға болады. Әркім өз ойында жазуға болады. Әрбір жыл мезгілінің өзіне тән ерекшелігі, өзіне тән кереметі болады. Енді өлеңді түсініп оқиық. Саяхатшылар жыры. Биік таулар, жапан дала, гүл жазира, көл теңіз. Әдемі ғой қашанда біздің туған өлкеміз. Жер табылмас туған жердей, көңілді демаламыз. Жайнап, толқып сол гүлдердей саяхатқа барамыз. Асқар таумай теңесеміз, сырын ашып жер көктің, сөйлесеміз, кездесеміз, ерлер мен еңбектің. Нұрсұлтан Әлімқұлов жазушының өлеңі екен. Жапан дала дегеніміз бұл жерде елсіз мекен дегенді білдіреді. Үшінші тапсырмада кейіпкерлердің қайда саяхаттағысы келеді? Ол саяхатқа кімдермен жолықпақшы? Кейіпкерлер тауға саяхаттағысы келеді. Ол саяхатта еңбектің ерлерімен жолықпақшы екен. Келесі, суреттегі заттарды неліктен саяхатшыға ұқсатамыз? Бұл жерде киіз үй, бұлт, кеме, хат тұр. Киіз үй дегеніміз қазақтар оны әр жерге көшпелі көшу үшін пайдаланған. Киіз үйді қалаған жерге құруға болады. Көшіп, қонып жүре беруге болады. Бұлт құбылмалы болады, ол да бұлтта көшіп жүреді. Кеме мен хат орнында тұрмайды. Яғни біздер хатты бір-бірімізбен хат алмасу арқылы, амандық білісу арқылы хат жазып тұрамыз. Кеме суда жүзіп, өзіңнің қалаған жеріңе апарады. Бұлардың барлығын саяхатшыға ұқсатуымызға болады. Өлеңнен табиғат сипатын білдіретін шумақты көшіріп жаз дейді. Биік таулар, жапан дала, гүл жазира, көл теңіз. Әдемі ғой қашанда біздің туған өлкеміз деген өлең жолдары табиғатты сипаттап тұр. Келесі, саяхатқа шығу үшін қандай дайындық қажет? Саяхатқа шығу үшін алдын ала дайындаламыз. Жүріп тұру қауіпсіздік ережесімен және міндеттерімен танысамыз. Саяхаттың түрлері, саяхатқа шығарда қажетті құрал-жабдықтарды дайындаймыз. Медициналық көмек көрсетуді, түсіндіруді үйренеміз. Саяхатқа шатыр тігу, от жағу және тамақ пісіруді үйренуіміз керек екен. Әрбір нәрсенің сонда өзіне арнайы дайындық қажет екен.